Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге 100 жас арнасы. Бүгінгі видео бауырдың күтімі және өттің қызметін жақсарту туралы болмақ. Сондай-ақ бауырға пайдалы көкөністер және азық-түліктер түрлерімен танысамыз. Видеоны соңына дейін тамашалап, өзіңізге пайдалы, құнды ақпараттар алып қана қоймай, достарыңыз және жақындарыңызбен бөлісіп, соңында пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал кеттік ендеше. Бауыр адам ағзасындағы басқа органдар секілді негізгі қызметтерді атқара отырып, соның ішінде ең негізгісі ағзадағы бүкіл қанды тазартумен айналысады. Қанның құрамында сіз білмейтін түрлі зиянды қалдықтармен қатар вирустар мен инфекциялар мекендейді. Жылдар бойы топтасқан қанның құрамындағы зиянды қалдықтар бауырдың белсенді қызмет жасауына кері әсерін тигізеді. Соған қоса алкогольді ішімдіктер, қою қара шай, кофе, консервантты өнімдер мен майлы, қуырылған, қышқыл тағамдар және газдалған ішімдіктерді жиі тұтыну бауырға жасалған қастандық деуге болады. Шамадан тыс тойып тамақтану және ауаның ластануы да бауырға орасан зор зиян тигізеді. Ал енді бауырға пайдалы және қажетті дәрумендер мен көкөністер және азық-түліктер тізіміне тоқталайық. Сарымсақ, яғни чеснок, сарымсақтың 2 бөлігін күнделікті тұтыну арқылы ағзадағы көптеген зиянкестерден құтылуға болады. Сондай-ақ бауыр ферменттерін белсенді етеді. Сарымсақ құрамы аллицин және селенге бай. Соның есебінен ағза зиянды қалдықтардан тазарады. Үй жағдайында сарымсақ арқылы бауырды тазартуға болады. Ал грейпфрут жемісі құрамы С витамині мен антиоксиданттарға бай. Бауырды тазартып, қызметін реттеуге үлкен септігін тигізеді. Бір шынаяқ грейпфрут шырыны бауырдағы ферменттерді қалыптастырады. Келесі сәбіз бен свекла құрамы бауыр үшін таптырмас дәрумендерге бай. Солардың бірі флавоноид және А витамині бауыр функциясын жақсартып, қызметін реттейді. Ал көкшай құрамындағы катехин бауырды зиянды қалдықтар мен токсиндерден тазартып, сонымен қатар көкшай бүкіл ағзаны шайып, қартаюдың да алдын алатын қасиетке ие. Көкөністердің кез келген түрі бауыр функциясын жақсартумен қатар, өт жолдарын да тазартуға үлкен септігін тигізеді. Көкөністерді араластыра отырып сок жасап, жиі тұтынған жөн. Сонымен қатар ас мәзіріңізге мүмкіндігінше шпинат, базилик, салат жапырақтары, сельдерей және аскөктер, яғни укроп, петрушка, кинза қосуды кеңес беремін. Бұл көкөністер өтті тазартып, бүкіл ағзаны қажетті дәрумендермен толтыра отырып, ағзаны токсиндерден шаяды. Келесі жеміс авокадо. Ағзада бауырдағы детоксикацияға ең қажетті глутатионды туғызады. Ғалымдар және дәрігерлердің айтуынша, авокадоны жиі тұтыну бауыр қызметін айрықша жақсартады. Сонымен қатар авокадо антиоксиданттарға және микроэлементтерге өте бай. Авокадо майы ағзаны холестериннен тазартып, құрамындағы аминақышқылдары мен омега-3 түрлі асқынулардың алдын алады. Келесі алма жемісі. Алма ең қолжетімді жемістердің бірі болып, сан ғасырлар бойы адам денсаулығына үлкен септігін тигізіп келеді. Алма өтті тазартумен қатар, бауыр қызметін де жақсартады. Сонымен қатар, аш-ішек және тоқ-ішекті және ағзаны қалдықтардан тазартады. Алманы үздіксіз тұтыну ағзаны пайдалы дәрумендермен қамтамасыз етіп, иммунитетті көтеріп, холестериннің тез ыдырауына көмектеседі. Сондай-ақ, асқазандағы астың да тез қорытылуына кепіл. Келесі тізімде зәйтүн майы, яғни оливковое масло. Бауыр клеткаларын қалпына келтіреді. Майдың құрамы антиоксиданттарға бай. Ол ағзадағы және қанның құрамындағы зиянды қалдықтарды тазартады. Зәйтүн майы құрамындағы аминақышқылдары холестеринді ыдыратып, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Сондай-ақ ағзаны сыртқы ортадан қорғап, қатерлі ісік қауіптілігін төмендетеді. Ал келесі брокколи көкөнісі.
Құрамындағы антиоксиданттардың есебінен қатерлі ісік ауруларының алдын алып, ағзаны қалдық заттардан тазартады. Брокколи құрамындағы Е витамині ағзадағы майларды ыдыратып, бауыр клеткаларын қалпына келтіріп, мерзімінен бұрын қартаюын болдырмайды. Келесі цитрусты жемістер. Бауыр қызметін реттеп, түрлі асқынулардың алдын алады. Цитрусты жемістер эфир майлары мен С витаминіне бай. Олар вирусты аурулардың алдын алып, иммунитетті көтереді. Сонымен қатар, ас қорытуды жеңілдетіп, ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Бауырды және өтті тазартатын, сонымен қатар оның қызметін реттеп, қажетті қоректік витаминдермен қамтамасыз етіп, көкөністер мен азық-түліктерді тұтынып қана қоймай, зиянды әдеттер, алкогольді ішімдіктер және майлы қуырылған тағамдардан еріксіз бас тартуға тура келеді. Әрине, бұл жерде генетикалық тұқым қуалайтын ауруларды да ескерген жөн. Бірақ салауатты өмір салтын ұстанып, артық салмақтан арылып, спортпен үздіксіз шұғылдануды әдетке айналдырыңыз. Есте сақтаңыз, кез келген алғашқы ауру белгілері байқалған сәтте, ең бірінші кезекте дәрігерге жүгінуді ұмытпаңыз. Осымен роликті аяқтаймын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, жақындарыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. 100 жасаңыз оқырман. Келесі кездескенше.